Лондон, Англия. Британ парламентінің ғимаратында министрлер жиналысы өтуде. Олардың күн тәртібінде Ауғанстанның саяси жағдайы. 19 ғасырдың бірінші жартысында Британия мен Ресей арасындағы үлкен ойын деп аталатын саяси бәсекелестік жүрді. Екі империяда орталық Азияда ықпалын күшейтуге тырысты. Ресей империясы үшін Ауғанстан үлкен теңізге, яғни Үнді мұхитына шығатын қақпа еді. Ауғанстан стратегиялық маңызды аймақ болғандықтан, Британия бұл елді Ресейдің ықпалына бермеуге тырысты. Британияға Үндістандағы отарларын қорғау маңызды болды. Ал Ауғанстан бұл аймақтың қауіпсіздігі үшін кілт рөлін атқарды. Бастапқыда Ауғанстан әмірі Досмұхаммед хан британдықтармен одақ құруды жақтады. Бірақ британдықтар 1834 жылы сихтер тарапынан басып алынған Пешеварды қайтаруға көмектесуден бас тартқаннан кейін әмір Ресей империясымен келіссөздер жүргізуді бастады. Бұдан кейін Үндістанның генерал-губернаторы Лорд Оклендтің Досмұхаммед хан британдықтарға қарсы деген қорытындыға келді. Келіссөздер барысында Ресей қолдаған парсы әскері Ауғанстанның батысындағы Герат қаласын қоршауға алды. Шетелдік күштердің Ауғанстан арқылы Үндістанға басып кіруі енді нақты мүмкін болып көрінді. Сондықтан британдықтар Досмұхаммедті ауғандардың бұрынғы билеушісі Шах-Шуджамен алмастыруды ұйғарды. 1839 жылдың көктемінде генерал Сэр Джон Кин Болан және Ходжак асулары арқылы 20 000 адамдық британ үнді әскері мен Инд армиясын Ауғанстанға қарай бастады. Сәуір айында британ әскері Кандагар қаласына жақындады. Жау әскерінің таяп қалған көрген Досмұхаммед ханның ағасы Кабул қаласына қарай қаша жөнелді. Осылайша Кандагар қаласы шайқассыз берілді. Қалада Уильям Ноттың қол астындағы гарнизон қалдырылды. Ал әскердің негізгі құрамы Кабулге қарай жол тартты. Кабул жолында британ әскерінің жолын Газна қаласы тосып тұрды. Бұл қаланың қабырғалары өте биік еді. Ал британдық армия құрамында ауыр артиллерияның болмауы жағдайды қиындатты. Бірақ Мохан Лал деген кашмирлік аудармашы тыңшының Газна қаласының қақпаларының бірі жеңіл қорғалғандығын біліп, сол қақпаға шабуыл жасалды. Сұрапыл шайқастың нәтижесінде Газна қаласы басып алынды. Газна қаласының жеңілгендігін естіген Досмұхаммед хан Гиндукуш тауларына қарай қашып кетті. Британ әскерлері Кабул қаласына соғыссыз кіріп, таққа әмір Шах-Шуджаны отырғызды. Алайда британдықтар өз әскерінің көпшілік бөлігін қайта Үндістанға алып кетуге мәжбүр еді. Себебі әскерді ұзақ уақытқа қалдыру британдықтарға үлкен шығын алып келетін. Сондықтан әскерді қайтаруға дайындықтар басталып кетті. Уақыт өткен сайын жаңа билікке наразылық күшейе түсті. Жергілікті халық Британияның қолдауымен келген әмірді мойындамады. Көп ұзамай Кабулдағы толқулар Досмұхаммед ханның ұлы Мұхаммед Акбар хан бастаған көтеріліске ұласты. Британдық дипломаттар оның ішінде Сэр Уильям Магнаттен өлтірілді, және Кабулдағы гарнизон ақыры ауғандарға берілуге мәжбүр болды. 1842 жылы қаңтарда 4500 британдық және үнді әскерінен тұратын Кабул гарнизоны 12 000 лагер ізбасарларымен бірге Үндістанға ауғандар тарапынан қауіпсіз шегінуге рұқсат береміз деген уәдемен Кабулдан шығып кетті. Қаладан шыққанда британдық әскердің генералы Элфинстон ауғандықтар уәде еткен жолсерік орындалмағанын, қыста таудан өтуге көмектесетін азық-түлік пен отынның жоқтығын түсініп жетті. Әскери колонна қыстың суығынан және таулы аймақта ауғандардың тоқтаусыз шабуылынан қырыла бастады. Кабул мен Джалалабад қалаларының ортасында Элфинстон бастаған әскерден тек бір адам ғана аман қалды. Ол доктор Уильям Брайтон. Британ әскерінің бұлай масқаралықпен Ауғанстаннан қашып шығуы
және бүкіл гарнизонның қырылуы Британ империясының абыройына нұқсан келтірді. 1842 жылы қыркүйекте Кабулда тұтқында қалған британдықтарды құтқару мақсатында Үндістаннан генерал Поллоктың басқаруымен жазалаушы әскер жіберілді. Бұл әскер қысқа уақытқа Кабулды қайтарып алды. Бірақ бұл жеңіс ұзаққа созылмады. Өйткені Британия негізгі күштерін елден шығарып, ауғандарға елдің ішкі істеріне араласпайтындығын жариялады. Дос Мұхаммед хан қайтадан билікке оралды. Ал Ауғанстан ресми түрде тәуелсіздігін сақтап қалды.